Сәлем достар, сіздер мен EasyKZ. Бұл видеода Халық Инвест брокері арқылы акцияны сатып алу үшін қолданбада қандай қадамдарды орындау керектігі жайлы айтатын боламын. Оған қоса, осы видеодан брокерлік шотты қалай толықтыруға болатындығын да біле аласыздар. Алдыңғы видеода Халық Инвесттен брокерлік шотты қалай ашуға болатындығын айтқан болатынмын. Оны көру үшін жоғарыдағы сілтемеге өтсеңіздер болады. Қолданбаны қолданып, қалай акция сатып алуға болатынын айтпас бұрын, сіздерден қолдау ретінде лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Және арнаға тіркелмеген көрермен болсаңыз, арнаға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Енді Халық Инвест арқылы акция сатып алуды бастайық. Акция сатып алу үшін біріншіден сізде Халық банкінің Халық деген қолданбасы болуы керек. Екіншіден, ол жерде өзіңіздің жеке брокерлік шотыңыз ашылған болуы тиіс. Егер осы шарт орындалған болса, сіз 5 минутта акция сатып алуға тапсырыс қалдыра аласыз. Енді оған көз жеткізейік. Бірінші, Халық қолданбасына кіріңіз. Ары қарай инвест бөлімшесіне өтіңіз. Осы жерде сіздерге қосымша қалай брокерлік шотты толықтыруға болатындығын айтып кетсем деймін. Егер сізде шот ашылып, бірақ толықтырылмаған болса, онда осы видеоны көруді жалғастырыңыз. Ал егер сіз әлде қашан шотыңызды толықтырып қойған болсаңыз, онда видеоның осы сәтін өткізіп жіберсеңіздер болады. Кейінірек қалай акцияны сатып алуға болатынын айтатын боламын. Шотты толықтыру үшін инвест батырмасын басқаннан кейін шыққан инвестициялар бетінен қосу таңбасы тұрған батырманы, яғни толықтыру деген жерді басасыз. Осы жерде толықтыру беті ашылады. Бұл жерде ақшаны қайдан алып, қайда салатындығыңызды көрсету керексіз. Менің жағдайымда шотты мен Халық банкінен ашылған жеке картам арқылы толықтыратын боламын. Сол үшін де карта дегенді таңдаймын. Осы жерде бірден теңге белгісінің үстінен басып, қай валютада толықтырғыңыз келетіндігін де белгілей кетсеңіз болады. Валютаны белгілеп болған соң, аударым сомасы деген жерге қанша ақшаны брокерлік шотыма аударғым келетіндігін жазамын. Мысалы, мен 500 теңге аударғым келеді делік. Осы жерге 500 теңге деп жазамын. Жазып болған соң, төменгі жақтағы жасыл бұдан әрі деген батырманы басамын. Осы жерде тағы бір рет барлық ақпаратты дұрыс көрсеткендігімізге көз жеткізіп, дұрыс болса растау деген батырманы басамыз. Құттықтаймын, сіздің брокерлік шотыңыз толықтырылды. Толықтырылған сумманы инвестиция бөлімінен экранды төмен жылжытып көре аласыздар. Сумма ең төменде көрсетілетін болады. Енді акцияны сатып алуға кіріссек болады. Акцияны сатып алу үшін экранның төменгі жағынан сатып алу бөліміне өтеміз. Бұл жерде бізге барлық сатып алуға болатын бағалы қағаздар бағасымен, тикерімен және қайда орналастырылғандығымен көрсетілетін болады. Мен Халық банкінің акциясын сатып алатын боламын. Ол үшін бірінші тұрған Халық банкінің акциясының белгісінің үстінен басамын. Осы кезде компанияның аты жазылған бет ашылады. Ол бетте бағалы қағаз бағасы, соңғы уақытта бағасы қалай өзгергендігі жайлы ақпарат көрсетілетін болады. Ары қарай акцияны сатып алу үшін төменгі жақта көрсетілген жасыл сатып алу батырмасын басатын боламыз. Осы кезде сатып алу беті ашылады. Сіз өз еркіңізге қарай лимиттік немесе нарықтық тапсырыс бере аласыздар. Мен сатып алуға лимиттік тапсырыс беремін. Яғни акцияны 149,40 теңгеге сатып алуға бұйрық беретін боламын. Акцияның қанша данасын сатып алатындығымды белгілеу үшін төменгі жақта саны деген жерде қосу белгісін басып, керек санды көрсетемін. Мысалы, 3 делік. Санын көрсеткеннен кейін сатып алу сомасы мен сатып алуға кететін комиссия автоматты түрде есептелініп шығады. Барлық ақпаратты көрсеткеннен кейін тағы да төменгі жақтан жасыл
сатып алу деген батырманы басамыз. Осы жерде ақпаратты дұрыс көрсеткендігіңізге көз жеткізіп, тағы бір рет растау батырмасын басасыздар. Дәл осы сәтте сіздің осы банкке тіркелген номеріңізге 4 цифрлы құпия сан келеді. Келген санды бос орындарға енгіземіз. Осымен сіздің акция сатып алуға берген бұйрығыңыз жіберілді. Енді акцияның сатып алынып, шотыңызға келіп түскенін күтіңіз. Акция сатып алынғаннан кейін портфеліңізге келіп түседі. Оны қайтадан басты бетке өтіп көрсеңіздер болады. Менде лимиттік тапсырыс болғандықтан мен операцияның орындалуын 5 сағаттай күттім. Достар, сіздер сатып алар кезде бағаға назар аударыңыздар. Егер тапсырысыңыздың тез орындалғанын қаласаңыздар, лимиттік тапсырыстың орнына нарықтық тапсырыс беріңіздер. Лимиттік тапсырыс сіз сатып алуға келісім берген суммаға сататын адам табылған кезде ғана орындалады. Сол себепті лимиттік тапсырыс беріп, мысалы 150 теңге тұратын акцияны 100 теңгеге сатып аламын деп жазып қойсаңыздар, немесе керісінше қымбатқа 200 теңгеге аламын десеңіздер, сіздің тапсырысыңыз орындалмай ұзақ уақыт тұра беруі мүмкін. Осы жерде неге акция сатып алынбады деген сұрақтар көп туындап жатады. Сіздер осы видеодан өздеріңізге пайдалы керек ақпаратты алдыңыздар деп сенемін. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.